Сәлем баршаларыңызға. Бүгінгі кезекте осындай әдемі бомбонеркалар тізбегімен таныстыратын боламын. Ол үшін бізге қажетті құралдар слюда, шпажки, қайшы, жемістің кез келген түрлерін алуларыңызға болады. Ол жемісті алу өз қалауларыңыз бойынша, өз таңдауларыңызбен жасайсыздар. Міне мен бүгінгі алып жатырған жеміс түрлері осындай жемістер. Ең алдымен қолымызды дезинфекциялап, жемістерімізді шпажкаларымызға түйреміз. Мен мына жерде 30 сантиметрлік шпажканы екіге бөліп, 15 сантиметрлік шпажкамен жасап жатырмын. Өйткені біздің бомбонеркаларымыз шағын мини букетиктер болып шығады. Міне мен шамамен 10 түрлі жеміс түрін алдым. Грецкий орех, цукаты, манго, инжир, кумкваттың 2 түрі, финики, чернослив. Осындай етіп кесіп аламын мангомды. Өйткені манго менде жалпақ болғандықтан бөлуге тура келеді. Ортасындағы роза гүлін дайындап аламын. Және осындай зубочисткамен түйреп артығын сындырып алып тастаймыз. Бірнеше біздерге қанша букет жасау керек, сонша шамамен роза гүлін дайындап аламыз. Өзімізге қажетті букетіміздің санына қарай жемістерімізді түйреп, барлығын дайындап алып, содан кейін барып жинақтауға кірісеміз. Жинақтаған кезде ол да алдыңғы видеоларындағындай көрсетілгендей барлығы спиральды техникамен жиналады. Өйткені спиральды техникада жинау біздің букетіміздің нық ұстауына өте ыңғайлы. Сол себептен спиральды техниканы өзім жақсы көремін. Міне қараңыздар, осындай әдіспен өздеріңіздің фантазияларыңызбен, оны да өздеріңіздің таңдаған жеміс түрімен орешке қосуыңыз, қоспаса да болады, ол өз қалауыңыз. Бастысы жинақтау техникасын ұмытпай қарап, дұрыстап алсаңыздар болғаны. Ендігі слюданы менде бұл листовой слюда, әртүрлі түрі болады, рулондағы слюда болады. Мен листовой слюданы ең бірінші 4-ке бөліп аламын. 4-ке бөліп алғаннан кейін оны ортасынан 3-ке бүктеймін. 3-ке бүктеп алып, барлығын бірдей деңгейде, шамамен бірдей деңгейде қиып аламыз. Әрбір қиған бөлшектеріміз арқылы біздің барлық букеттеріміздің бетін жауып, шаң баспайтындай, жел кірмейтіндей, ауа кірсе, ол букетіміз кішкене кебіртектеніп қалады. Ал егерде слюдамен осындай етіп нық орап жасайтын болсаңыздар, сіздің букеттеріңіз 1 аптаға дейін өз нәрлілігін, өз жұмсақтығын жоймайды. Келесі кезекте сыртқы упаковкасын дайындаймын. Ол үшін мен корейский бумаганы 4-ке бөліп алдым. Сол 4-ке бөлген бөліктерді тағы да әрқайсысын тағы 4-ке бөлемін. Сонда менен 4 бөліктен 16 бөлік шығады. Міне осындай етіп барлығын сосын дара-дара степлерлеймін. Және букетімізге орап бастаймыз. Ал бисмиллах, кеттік. Ең бірінші ортасына 3 бұрышты, бір қағазды ортасына 3 бұрышты етіп ұстатып аламын. Және де екі жағына көріп тұрғандарыңыздағыдай осылай букетімді жинақтаймын. Міне осылай етіп скотчтап әрлендіремін. Скотчтап болғасын букетіңізді түзеп жіберуіңізге болады. Міне мен букетім осындай түрде шықты. Ал ең артындағы қағазымды мен тек қана 4-тің 1 бөлігін аламын. Өйткені артқы қағазым мен букетімнің басты бөлігі болып саналады. Сол себепіне осындай көлемде аламын. Қараңыздар, қалай жинап жатырмын. Және де айналдырып әкеліп, міне осындай формамен мини букетімді жинақтаймын. Көрдіңіздер ма? Қандай әдемі болып шықты. Және де флористический узел деп аталатын лентаны 2 рет орап байлап аламын да, букетім
дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздағындай ондай көп қиыншылық туғызбайды. Өз тойларыңызда, өз бесік тойларыңызда, шашуларыңызда, дастарханға қоюларыңызға керемет бір сыйлық деп ойлаймын. Келген қонақтарыңызға ерекше құрмет, әдемі столдарыңызды жайнатып жіберетін мини букеттің түрлерімен таныс болып жатырсыздар. Міне, қараңыздар, екі ұшын осылай етіп қиып тастаймын. Артық қағазын да алып тастаймын. Не көрдіңіздер ме? Менің букетім осындай болып шықты. Енді сіз қандай мероприятие, соған байланысты мен логотиптер жасатып алдым. Сол логотипімді өз қалаған жеріңізге әдемілеп қойып шығасыздар. Міне, тамаша букетіміз дайын болды. Көрдіңіздер ме? Қандай әдемі, қандай түс үйлесімділігі. Осындай етіп шағын букеттер дайындауларыңызға болады. Менің тағы да басқа видеороликтармен таныс болыңыздар, упаковка түрлерімен таныс болыңыздар, үлкен букетті қалай жасауға болатынына таныс болыңыздар. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.